Сәлеметсіздер ме? Менің атым Көркемай. Мен 2 сыныбында оқимын. Мен қазір Шалқан ертегісін айтып беремін. Bir күні атасы мен әжесі болыпты. Атасы жерге үй жағының жеріне шалқанның дәнін қояды. Суды күнде құяды. Шалқан өседі. Атасы тартады, бірақ тарта алмайды. Атасы әжесін шақырады. Мына шалқанды сұрып алайық дейді. Сол кезде әжесі атасының арқасынан ұстап, ал атасы шалқаннан ұстайды. Сол кезде олар тартады, бірақ тарта алмайды. Әжесі қызын шақырады. Сол кезде олар тартады, бірақ тартай алмайды. Күшігін шақырады. Күшік оған көмектеседі. Сол кезде олар тартады, бірақ тартай алмайды. Кезде күшік мысығын шақырады. Мысық дейді: «Мияу, мені шақырдыңдар ма?» дейді. Мысық көмектеседі. Тартады, бірақ тартай алмайды. Сол кезде мысық тышқанды шақырады. Айтады: «Иә» дейді. Тышқан мысықтың артынан ұстайды. Ал мысық күшікті, ал күшік қызының, ал қызы әжесінің, ал әжесі атасының, ал атасы шалқаннан төбесінден ұстайды. Олар сұрып алып тартай алады.